біздің ағамыз анша адам емес өзі. Жүріс-тұрысы бөлек, мінезі бөлек, сөзі бөлек, әңгімесі бөлек, сатирасы, әзіл-қалжыңы, спортшылығы, күйшілігі, әншілігі, бишілігі. Бұл кісідей адамдар өте сирек адам ғой. Осындай сирек адаммен сіз қалай жолықтыңыз? Қалай таныстыңыздар? Ол кісімен алғашқы таныстықтың қызық сырларын әңгімеңіз бар. Енді Қажекеңмен 7-ші класстан білемін. Өйткені Қажекең мынау студент күнінде 1968 жылы ара журналына шақырып студент болып жүрген еді. Сол кездерде бұл іс-сапармен әртүрлі арыз шағым түседі, сонымен біздің ауылға келген. Мен Семей облысы Абай ауданы Қарауыл селосында оқыдым. Содан сол жерге келген кезде ойбай осындай ара журналының тілшісі келіпті, ауыл деген бәрі неден бастап, бірінші секретардан бастап бәрі жүгіріп бағана. Ал менің туған ағам Манар Құрманбеков деген сол жердегі Абай ауылы бұрынғы совхоз туы деген газеттің бас редакторы болды. Міне бұл кісімен екеуі бірге оқыған. Бірге Казгуде 1965-69 жылдары екеуі бірге оқыған. Және жай ғана оқып болған жоқ, керемет жақсы достар болды. Міне сол себепті де ол енді Абай ауданына осылай келіп жүргенде де міндетті түрде Манарға келеді. Ал енді мен Манардың туған қарындасымын, сонымен өзі біздің үйге де келеді. Содан ол уақытта бізді көзіне ілген жоқ қой, жаңағы шөп жерге қызбыз, басымызда бантигіміз бар. Ойбай бір керемет адам деп бағана соған жүгіріп, сөйтіп қана былай бір жалт етті де былайша айтқанда жоқ болды. Содан кейінгісінен де мен Алматыға оқуға келдім. Алматыға оқуға келгенде сол мені Манар ағам жетектеп алып келді. Мені сол Манар ағам жетектеп алып келді, әрине сол кезде Қажекеңге не жасатпай, мынау сабақты жақсы оқыған, осындай бала, осыны баяғы оқуға түсіру, андай деген соң Казгудың журналистикасына барып, осы Жәнібек Кәрменов бар, бәрі жүгіріп мен үшін. Бірақ мен сол бірінші емтиханнан ұшып құлап қалдым. Сонымен осы жақта жұмыс істеп, сонымен сол Қажекеңмен байланысымызды үзген жоқпыз. Өйткені ол баста маған аға сияқты. Оны өзім ағамдай көрдім. Өйткені мен ағаммен бірге оқыған ғой. Сонымен бірақ енді мен кейбіріне шаруаларына көмектесем, кітаптарына көмектесем, сабақты, оның кейін барып келесі жылы ЖМП-дің Қыздар педагогикалық университетінің филология, қазақ тілі мен әдебиеті факультетіне түстім. Міне содан кейін жалпы мына кітаптарды қарау, бір қолжазбаларды қарау дегенге соған не жасайтын. Жұматай Жақыпбаев бар еді қасында келіп. Содан мен бұлардың өлеңдерін Қажекең үйтіп жасайтын себебі жазушы баспасында редактор болды. Ал қаншама адамдардың кітаптары келіп оқылу керек қой. Сондайдың бәрін мен оқып беретінмін. Оқып қатесін түзеп бағана. Сондайдың бәрінен енді өзі кішкене осы бала керемет пысық екен, мынау деген ертеңгі күні шығармашылығыма ие болып қалатын адам болар ма екен деген сияқты бір ой болған шығар өзінде. Арам ой деуге де болатын шығар енді. Енді сондай дүниесі болған шығар, өйткені бұл адам түгіл атты да танайын дейтін адам ғой енді. Атбегілігі бар, өзінің жаңағы жылқында бес саусақтай біледі. Ол оған адамды сезіну, білу деген ол еш нәрсе емес шығар. Бірақ сөйтіп жүрген кезде бұның маған деген махаббат оянып, содан деген жаңағы бұның арғы жағы ғашықтыққа ұласып кетті. Содан бұл маған бірнеше ән жазды, соның ішінде кешіктің неге сен дегенде жұрт айтып жүретін ән бар. Сол ән мен мына қазақ әдебиеті мына Жұбаныш деп жаздым. Сонда да осы ән арқылы қосылғанымыз. Басқа мысалы таныстық, білістік емес, осы әнге ғашық болған сияқты. Мына Шыңғыс Айтматовтың Жәмиласында әнге ғашық болатын бір жері бар, өнер. Өнер деген адамның ол қандай болмасын әлгі. Өзінің өлеңі бар. Қиқыл жұтып, күйім тартып, қиқыл жұтып әнімді айтсаң, арбамай аспаннан құс түсірерсің дейді. Міне сондай өзінің өлеңдерінің ішінде де өзінің характерін беріп отыр ғой. 1982 жылы үйлендік. Мен ол уақыт оқу бітірдім, ауылда бір жыл жаңағы ағамның қолында Абай ауылы газетінде тілші және радиоорганизатор болып. Сол жерде жұмыс істедім, сол жерде белсенді болып, енді Совет үкіметі кезі ғой, ол уақытта коммунистік партияға өту керек. Сонымен сондай шаруалармен мен осы жаққа кешігіп қалдым. Келетін уақытта келмей. Оқу бітірдім 81 жылы. Сосын ауылға кеттім. Сосын ауылға барып, ағамның қолында Абай ауылы деген газет, бұрын совхоз туы газеті. Мен істегенде совхоз туы.
сол газетте жаңағы тілші әрі радио хабарын таратушы дейді. Әлгі 2 сағат біз радио хабарын жүргізетінбіз. Ол нені орталыққа алып тастаймыз да 2 сағат ауылға бөлеміз. Сол 2 сағаттың ішінде мен ауыл адамдарын, озаттарын, және шопандарды түгел танытуым керек. Содан үйлендіңіздер. Содан Алматыда келіп, сосын 82 жылы үйленіп, содан мен әдебиет және өнер институтының аспирантурасына түстім. Өйткені қызыл дипломмен бітірдім. Ол қазіргідей мысалы қабылдай, қалай болса қабылдай бермейді қазіргідей. Ол уақытта қызыл диплом ғана болу керек. Сізді қорғадыңыз? Әдебиет және өнер институтынан қорғадым. Филология ғылымының кандидаты болдым. Басында Қажым Жұмалиевтен қорғағам. Екіншіні Қабдеш Жұмаділовтен, соны филологияның докторы болдым кейіннен. Оны Евразияда қорғадым. Мен де жаңа айтып жатырмыз ғой, осы біздің ағамыз сан қырлы адам деп. Сол қырлары туралы бір қысқаша ғана айтыңызшы. Атбегілігі, күйшілігі, бишілігі, музыканттығы деген сияқты. Қажекең енді ол өзі өнерде туған адам. Өнермен жан дүнием егізбет деген бір өлең жолдары бар. Ол өз сонымен өнермен соған жан дүниесі егіз адам болды. Бұл өнер десе ішкенасын жерге қояды. Кішкентай күнінде бұл домбыраға керемет қызығып, домбыра енді ауылда тартатын енді ана Шәуешек деген Дүрбілжін деген жерде жүрген ғой. Сонда бір енді ауылда домбырашы адамдар бар ғой. Сондай ақсақалдардың қасына барып жатады екен бұл. Сосын ана бір ақсақал қалжыңдап айта салады ғой. Осындай жерге барып түнесең, ана әлгі мола басына барып, осындайдан басына барып түнесең, саған жаңағы осындай өнер қонады деп. Сөйтсе бұл барып, соған барып, қасына тағы бір бала бар, екеуі түнеп әлгі жерде. Қорқып, ол қорқыныштары керемет қашып бір нәрсе деп. Одан қайта барып түнеп, сөйтсе, ана кісі артынан күледі дейді. Мен сендерге қалжыңдап айта сағам, сендер шын көріп барып жүр екенсіңдер ғой деп. Сонда бұл кішкентай өз туа сасымен өнерге құштар болды. Сондықтан да бұл домбыраны меңгерді. Одан кейін бұл гармонды тартты. Өйткені неге ол гармонды үйренді? Өйткені мына Шәуешекті кіржақтар, орыстар, ақтар бар ғой қашқан. Кезіндегі 18 жылдар кеткен ақтар, міне солардың тұқымдары болған. Олардың көбі офицерлер. Міне солардан бұлар биді үйренген. Танго, фокстрот, вальс дегендерді Қажекең өте сауатты билейтін. Одан кейін гармон. Одан кейін ол жерде татарлар бар. Татардың жаңағы жырлары бар емес пе, керемет жырлап айтатын. Сол орыстың жаңағы әуендері, керемет халық әуендері. Соның бәрін бір сол кәдімгідей өзі іштен үйреткен жоқ. Сондай жаңағы өнерлі адамдардан өзі соңынан қалмай қуып жүріп гармонды үйренген. Ал балалайка тарту деген домбыра тартқан адам, ол гармон тартқан адам, ол іштен емес. Ол балалайканы тартады. Одан кейін жаңағы атбегілігі енді ол өзінше бөлек. Бұл неге атбегі болды? Мұның өзінің кәдімгідей тарих сыры бар. Өйткені мұның ата-бабаларынан дарыған. Бұл Есенбай Зәңгі деген оның жаңағы керемет баптаған жүйрік аты 300 ат қосқан бәйгеде бірінші орын алған. Ал енді өзінің әкесі Ильяс атамыз, ол кісі мал маманы болған. Оның мысалы малы күйлі болады. Енді мен осы орайда мысалы бір әңгіме айтып берейін. Анау мұның нағашысы болды, Жарылғап берді деген. Сосын әл кісі қатты науқастанып тамағынан ас өтпей бағана. Сосын елдің бәрі жайлауға кетіп, балалары жаңағы қой немен нетіп, содан Жарылғап берді жаңағы. Енді қарындасы ғой енді жаңағы кімнің мамасы, Қажекеңнің мамасы. Содан сәлем айтады маған әлгі бір Ильястың қойы күйлі ғой. Біздің қойымыз бәрі арық болып тұр, бір семіз қойын тыстап кетсін деп бағанан сорпасу керек болып тұр деп сөйтіп сәлем айтады. Сол кезде таңертең есік алдында шықсам дейді, енді елге көшіп көшейік деп жатырмыз дейді. Шешем жылап тұр екен дейді, мына көйлегіндегі қан былай, көйлегі былай екі тал жыртылғанда жаңағы қан шығып тұр дейді. Сен не болды шеше деп едің дейді. Ана осылай деп жағдайды айтып, ана нағашым осылай бір мал күйлі болады ғой, бір семіз қой тыстап кетсін десе, соны айтып едім, міне мен қамшымен тартып жіберді деп. Қамшымен тартып жіберген кезде көйлек жыртылып қан шығып кеткен ғой. Өйстіп жылап тұр екен, соны айтып та Қажекең айтты, егер менен туған ұл болсаң, қазір қойды айдайды ғой, тағы да аяқ бір бала бар дейді, аяқ киім кимейді. Сол бала екеуміз, ол ересек менен дейді. Сонан кейін жаңағы егер менен туған ұл болатын болсаң,
сен мына ана құнан қой үлкен айтып көрсет дейді, мына құнан қойды жарылғап бердім, мына батпыста. Өйткені сендер біз алдымен көшеміз, сендер артынан келесіңдер баяғы деп. Содан жаңағы жерде сонда дейді енді бір 10-ға толмаған бала ғой енді. Сол кезден ана жаңағы бала енді малайды айтын бала ғой енді. Сол алдыма өңгөріп берді дейді, жаңағы құнан қойды. Соны алып атпен жаңағы барып айғайлап баған нағаш деп айғайласам үйден ешкім шықпайды дейді. Сосын әйті өлетін қой деп дейді, мына жақта өлетін қой деп дейді, басынан бүйтіп аударып жерге топ еткіздім дейді. Сосын өзім түстім дейді, түсім апа ғана бар екен дейді. Ол кісі дейді ана не бопты әлгі пышақ не қайрайтын ұста. Сол пышақтар керемет өткір дейді. Соны айтады, ана кісінің халі жоқ. Сен енді мынаны бауыздап берді. Енді маған әйел адам бауыздауға келмейді, сен деген бауыздап кеттің анды. Өмірімде бірінші рет жаңағы қойды бауыздап дейді, пышақ өткір дейді. Соны мен сөйтіп, соны бауыздап сөйтіп кеттім. Содан үйге келдім дейді. Үйге келсем не тамағымды ішіп алайын, алдыма әкем ұрмай тұрғанда деп дейді, тамағым тез ішіп алып дейді. Сосын аттың үстіне атым бар дейді, соған мініп алдым да. Соны әкемді іздеп жүр дейді. Мына құнан қой жоқ қой ана үлкен баяғы деп. Сөйтсе айтыпты не, қажекең айтыпты не, өсті аттың үстінде тұрым дейді. Содан кейін ене жетті. Әкем екеуміздің бір қойлық, шешем екеуміздің бір қойлық құнымыз жоқ қой деп айттым дейді. Сөйтіп айттым да өзім жылап жібердім дейді. Сол кезде барып, әкем жаңағы өстіп, шырт түкіретіні бар еді, тісінің арасынан шырт түкіріп отыра кетті дейді. Бұл кісі атбегілікті сол кезде үйренген. Сол кезде бұл үйренген, өйткені әкесінің жаңағы мал маманы ғой. Соның көзін ашқаннан бері әкесінің жаңағы керемет малдар ауырмайды, семіз болады. Бұл кісінің біраз әндері, күйлері де бар ғой. Ән, күйлері бұның 23 әні бар, 3 күйі бар. 23 ән, 3 күйі. Соның бірі жаңағы кешіктің неге сен деген әні ғой, әлгі сыңсыған тырнаның, тыңдадым сырлы әнін, қозғадау қоңыраулатып жанымның ырғағын деп келеді. Осы ағамыз бір қараған кісіге бір сұсты көрінеді сондай да. Қаталдау сияқты көрінеді. Ол енді өзі, ол шын мәнінде де ол сұсты, оны әлгі Сәкен Жүнісов екеуімен кім жазды ғой, Төреғали Тәшенов. Сәкен Жүнісов екеуі артынан татуласты ғой, төбелескеннен кейін. Сосын барып Қабдешке айтады дейді, Қабдеш Жұмаділовке. Анау Қажытай деген сенің кісі өлтірген жоқ қой, көзі жаман екен деп айтады дейді. Арғы бетте кісі өлтірген жоқ қой, көзі жаман екен деп айтады дейді. Мені сол сөйтіп бірақ артынан келіп оның расында да ол қатуланған кезде ол ешқандай бет қаратпайтын. Ал жазушылар одағында мынадай мақал бар. Қажытайдың қаһарынан шақты, шайтанның шақарынан шақты деген. Бұл тегіннен тегін жайдан жай шықпаған. Осы ағамыздың жаңағы кеше бір әңгімесін айтып қалдық қой бір. Төбелескен туралы. Соны кішкене. Ол енді бірінші курста. Бірінші курста бұл енді арғы беттен келген, өзі ересек, бұл жағының орысша білмейді. Мысалы, ол уақытта орысша білмеген адам кемшін болып көрінеді. Оның сыртында арғы беттен келді. Оның бәрі енді біртүрлі былай кемістік құсап көрінетін шығар енді сол кездегі түсінбеген адамға. Содан бұлар жаңа жылды тойлау үшін баяғы группа бас қоспай ма? Бас қосқан кезде, бұл кезде менің ағам, мына Жанат деген, сосын Орысбай, сол сияқты өзі кейіннен жақсы араласқан Пернебай, олардың барлығы армияда болып, олар 2-ші курсқа келіп қосылған. Содан кейін бұл солармен дос болды ғой. Оғанға дейін анау мектеп жаңа бітіріп келген бәрі сондай балалар бағана жаңа жыл тойлайды. Тойлаған кезде бір енді Қажекең өзінің айтуы бойынша бір қыздарға тиіскісі келем әйтеуір. Сол кезде бұл баяғы қойыңдар баяғы ана жігіттер тоқтап айтса сен кімсің баяғы деген әңгімеден шығады ғой. Бұл сен кімсің деген сөзді көтермейді ғой. Содан кейін барбай мен мынандаймын деп төбелесіп басталады. 9 жігіт жабылады бағана. Сонда дейді қар далада шығып төбелесіп арасынан далаға шығып кеттік дейді. Жер тайғанақ қылып шүкір туфлиім бар дейді. Жаздық дейді туфли тайғанақ дейді. Сонымен зырылдап жүріп қарды бүйтіп асап жүріп дейді. Сонымен барып 9-ында шықтым дейді. Содан үйге кірсем, үйге кірген ғой, үйге кірсе кім? Жарасқан отыр екен дейді, Жарасқан Әбдірашев. Сон барып осы қылғын, осы ұстап алдым да, иығынан көтеріп енді түссем, сосын үйде тыстай салған ғой, ұратын да жерім жоқ екен ау. Сөйтсе, артынан осы сөзді Жарасқанның өзі айтыпты. Қажекең сөйтіп ойбай, сөйтіп нет, содан маған кеп,
Мен де қорқып кеттім бағана сол мені көтеріп алды да үй ұратында жерің жоқ екен ғой деп лақтыра салды дейді. Содан бұл бір жігітті қылғындырыпты. Сол жерден қатты несі өтіп кеткен бе екен, әлде сен кімсің дегенде айтқан жігіт пе екен. Қатты қылғындырып, содан мұның қолын әлең ажыратып ана жігіт өліп кете жаздаған ғой. Содан енді Қажекең екеуі бір жерге барайын десе, ана жігіт айтады дейді, бармаймын мен Қажетай қылғындырады деп. Сол ана нелердің арасында артынан кейіннен күлкі болып, осындай бір несі қалған. Тағы да қандай бір есте қалатын бір қызық оқиға. Одан кейін міне Әкім Тарази. Әкім Тарази бір күні ана Жазушылар одағының алдындағы остановка бар ғой. Сол жерде жалғыз өзі ала келген уақыт бағана кешке қарай. Күн ақырында батып бара жатыр. Сол кезде бір 3 жігіт келіп тиіседі Қажекеңе. 3 жігіт келіп, Қажекең емес, Әкім Таразиға келіп тиісіп бағана. Енді Қажекең әдемі киінген, интеллигент адам, Жазушылар одағынан шығып тұр. Енді қалтасында ақшасы жоқ деп ойламайды ғой. Бағана енді ақшаны талап етіп бағана сөйтіп тұрады, ана кісі не істерін білмей енді. Сол кезде Қажекең келе қалады. Келе қалғай сендер кімге тиісіп тұрсыңдар, бір бәленбай деп әкімді айтып, ана үшеуін 3 жаққа лақтырып әлгіше тұрып жатты. Соны Әкім Тарази бір кездесуде өзі айтты. Мен осыны қазір көз тірі ғой, мен сол сөзі осыны айтып берген. Одан кейінгі Сәкен Жүнісовпен төбелескен аңыз. Ол енді ол туралы жазылды. Артынан Керемет екеуі дос болып кетті. Сәкенге арнап Сәкен сері деген өлең жазды. Сәкен де Қажекеңді өмір бақи құрметті, бана Лит фондының директор болғанда үнемі айтып ақша беріп көмектесіп сөйтіп тұрды. Енді ол не керек. Міне осындай әлгі интеллигент адамдардың өзі төбелесінің өзі керемет. Осыны өзі төбелесті мысалы осыны, бірақ керемет мәдениетті төбелес. Және жарасқанда мысалы өзі мысалы сөйтсе де соны Қажекеңе сол ренжімей, маған мені сөйтіп айтты деп мысалы соны Қажекең бағалап тұр. Әкім Тарази де, Сәкен де мысалы. Ал енді бірақ енді бұл керемет әлгі ұртоқпақ болған жоқ. Шындығын айтып, ол бет алды, әлгі төбелесіп, ондай немен атағы шығып, ақылды тентек дейді ғой қазақтың дейді. Ал ақылды тентекті халық жақсы көреді, құрметтейді, қадірлейді. Ағамыздың қандай хоббилері болды? Бильярд ойнағанды жақсы көреді. Ол енді бильярд десе ішкенасын жерге қояды. Өзі ана пенсия азынаулақ қылып пенсиямен шықты. Сол пенсиясына мен тиіспеймін, мен жұмыс істеп жүргеннен кейін. Содан сол пенсиясын тек қана сол бильярд алған күні міндетті түрде Теміршіге звондайды, Темірші Сарыбаев марқұмға. Екеуі керемет жақсы болды ғой. Сонымен тағы өзінің бір ана бильярд ойнайтын достары бар. Содан әйтеуір жеңдім деп келеді ғой. Жеңілдім деп өмір жеңілдім деген сөзін естіген емеспін. Бұл кісінің сатирасы төңірегінде де көп әңгіме айтады, әзіл қалжыңдар туралы да. Әзіл қалжың дегенде бұл әзілмен өзі бұл әзілде енді кез келген сөзін әзілдегісі келіп тұратын. Адаммен қалжыңдасқысы келіп тұрады. Бұл өз өлер шағының өзінде қалжыңда бұны қалжың қой екен, әзіл қой, юморист екен. Содан ақ білуге болады. Енді қатты нетіп енді Жора жолдасыны шақырды. Жаңағы бір сөйтіп жатқанда Жұмабек марқұм, Жұмабек Табын деген жақсы несі болды. Сол осы ауырып жатқан кезде 10 күн бойы қасынан шықпай жаңағы қасында отырып сөзін тыңдап, алақанын ұстап аузына су тамызып сөйтіп отырды. Сонда бір күні кімге айтыпты жаңағы Жұмабекке. Әй Жұмабек, егер мен алай-бұлай болып кетсем, басымды Ұлықпан Сыдықов деген профессор бар. Политехте өмір бақи профессор болды, өзі философ, мықты ғалым. Сол басымды сол және өзі былай дінге де жақындығы бар, қазақ қанамның ненің бәрін білет жөн жосыққа ағып тұр енді. Басымды сол жусын депті. Аяғымды сен жуасың депті. Жұмабек, аяғымды сен жуасың. Ортасын жеңген білет депті. Міне сонда бұл осының өзінде де үлкен жаңағы қалжың тұр. Енді 5 адам түседі ғой енді. Міне сонда өлейін деп жатқанның өзінде қалжыңын айтып отыр. Енді мұның сатирасы отты, бұл тиіскен адамын аямайды. Тілі ашты. Оны бірақ өмір ашты қылды тілін. Бұл өзі кішкентай күнінде оқуда, оқуда әкесі үйлендірем деп ерте жастан бірінші өзінің туған шешесі қайтыс болып кетіп ертеректе. Сосын 16 жасында мұны үйлендірем деп. Одан әлгі ана жақта арғы бетті әкесі үйлендірем деп әкесі бер қарай өтпеген адам ғой. Сонда үйлендірем деп бір қол-аяғы балғадай енді сондай адам керек болған ғой, сонда қол-аяғы балғадай толық бір қызды таныстырып бағана. Осы құда түсіп әке-шешесімен, осыған үйленесің деген екі қарындасын бөлек қойып өткен өзі екінші рет үйленген, одан балалары бар ғой.
Сонан кейін барып сөйтпек болған емес пе? Сонда бұл ана қызды көріп, егер ол қыз әдемі болса, мүмкін ойланушы едім деп қояды өзі. Содан ана қыз дейді, қол-аяғы балғадай толық бет деген бұл толық дейді де. Ойбай деп тұра қашты. Одан әкем көнбейді, содан өзінің астындағы атын сатып, Үрімжіге қашып кетеді. Сонда барар жер басар тауы жоқ. Тек бір Сәбетқан деген нағашысы бар, соны ғана біледі. Соны енді бұл Алланың құдіреті. Алланың құдіреті шексіз ғой негізі. Анау бір оққа қары бар осының. Талай рет жаңағы жерде де 9 жігітпен төбелескен кезде күрек алып ұмтылғаны да болған. Енді бәрі де қызу, енді бәрі жастар ғой енді. Өліп кетуі мүмкін ғой. Қата тимесе бата тиеді, өліп те кетуі мүмкін. Сізге үйленген кезде ол кісіде қандай қасиеттеріңізді бағалады? Мен шыны керек енді айтқан шығар сізге? Иә, ол енді менің еңбекқорлығымды бағалады. Еңбекқорсын, жан жоқ еңбекқорсын деп ше. Соған онда да ол бірден мойындамайды ғой, мен еңбекқорлығыммен көріну керек қой көзге. Сонымен сен жан жоқ еңбекқор адамсың. Адалсың. Осындай әлгі сосын елгезексің, лыпып тұрам. Ана әйтпесе Қажекең жаңағы қамшымен тартып жіберетін адам. Басың бар, көзің бар демейді, ол ана төбеңнен жұдырықпен бір қояды, егер айтқанына көріп, ана қабағынан бір нәрсені түсіне қоймасаң. Ал мен енді қамшы салдырған жоқпын, өйткені лыпып бағаны. Жаңағы өзіме таяқ тигізбеуге тырысып, осы лыпып айтқанын бәрін істеп сөйтіп тұрдым. Одан тамақты да үйрендім. Бұл енді арғы беттің тамақтарын, ағманды, сондайлар жақсы көруші еді, ащы тұщысы бар тамақтарды. Соның бәрін үйреніп алдым. Содан кейін енді сол тамағын істеп тұрамын, қонағын күтемін, ғылыммен айналысам. Балаларыңыз? Ержан, Нұржан деген екі ұл бар. Ержан банк істейді үлкен ұл. Кішкентай ұлым Құрманғазы атындағы консерваторияның халық аспаптар бөлімін бітірді, домбырашы, күйші. Қазір енді Қытайда сол магистратурада. Каникулға қазір келіп жатыр ол. Әкесіне тартқан сол Әкесіне тартқаны сол болып тұр. Жақсы күйді жақсы тартады. Осы Қажекең қайта шығып болғанда жолаушының жолы қоңыры деген күйді тартты да, осы жерде отырып өз-өзінен. Сол Қажекең айтты, мен мына осы күймен шығарып салып, осы күймен кететін шығармын деді. Осы ағамыз соңғы сәтте сізге не аманат етті дейсіңіз ме? Маған аманат еткені әндері. Мен Қажекеңнің бүкіл осы қасында біраз нәрсесін жазып алғам. Оның біраз нәрселерін жазып алып, сондағы бір аманаты 23 ән, 3 күйім бар. Сол баспа бетін көрмей нотаға түсті, бірақ ешқандай бұлай әлгі тіркелмей сөйтіп тұрғым, ұстағанның қолында тістегеннің аузында кетеді ғой. Осы күйім, осы әнім күйім, осы өмір бақи осылай жанымды жеген осы дүнием, осыған ие болды. Осы нәрсені сақта саған қорғағандағы, сәлені осындай адам болып осы кісі қатарына қосылған дәрежеге жеткен кезде саған бір аманат деді. Одан кейінгі сол аманатты Еркін мен Біләл Ысқақовқа, Еркін Шүкіманға, Біләл Ысқақовқа аманат қып тастап кетті. Мен содан мына Мұхтар Құл-Мұхаммедтің інісі соған бір аманат тапсырды. Ол осындай жинақтарым, осы ән мен күйім шықпай бара жатыр. Соны қолдарында не тұр ғой, соны шығарсын деп оны Жұмабекке айтты. Шығарды ма? Шығарды ғой, мені шығарды ғой соны, оны шығарды. Оны сол күйлер шығып, соны қайтыс болғаннан кейін, 1 жылдан кейін бәрі нотасы бар, дайын тұр ғой. Оны бірақ обалы не керек, жаңағы Рақымғали Құл-Мұхаммед шығарып берді. Мені баспа бетін көрді. Сіздер қандай бір, ағамыз қандай бір атақты зиялылармен араласты? Енді оның араласқан адамы, бұл енді өзінің кезіндегі, мысалы, Сырмай Мәуленов, Ғапу Қайырбеков, енді бұл қатты бағалап өзі. Ғали Орманов, мысалы, солардың Ғали Ормановтың жинағын шығарды әлгі. Кейін қайтыс болған кезіндегі неде жинағын шығарды. Одан кейін бұл енді өзі Қабдеш Жұмаділов рухани ағасы болды. Сосын Жүсіп Алтайбаев деген Ара журналында бас редактор болған, Қажекеңе көмегі тиген. Темірбек Қожекеев, міне керемет ол кісінің елдер таңғалады екен. Темірбек Қожекеевпен қалай араласасың, алдына келген тістейді, артына келген тебетті. Сол екеуі керемет жақсы болды. Қажекеңнің сөзіне кеткен емес. Мысалы, осы Темірбек аға, Темірбек Қожекеевті жазды да айтты. Енді толып жатыр. Ағамызды есте
сақтау үшін не шаруалар жасап жатсыздар біртіндеп? Енді мен ең басты менің міндетім ол қолжазбаларын жинау. Өйткені ол 2 том шықты кезінде. Ол лирикалық өлеңдері, сосын лирикалық сатирасы. Фельетондар шыққан жоқ. Түгел араның бетінде қалды. Қара сөзбен жазылған керемет өткір фельетондар бар. Оранеки, обалы, кәнеки, найым, бауырсақ дегендер кезінде аңыз болған. Міне Қотиын, Мотиын, Тотиын деген кейіпкерлері бар. Мысалы Қотиынның қалпы деген, Қотиын деген сөзді қалай ол мұтылып кеткен сөз, Қотиын деген емес қой. Образ, Мырқымбай, Бейімбетті Мырқымбай сияқты Қотиын десе Қажекеңнің бүкіл образдар көрінеді шығармаларындағы. Міне осындай дүниелер қалып бара жатыр, соларды мен жинақтап бәрін нетіп алдым. Сосын жылқы туралы айтқандары бар ғой. Солар туралы мен жылқының қазақ тарихы, жылқы тарихы деген, жылқыны ойласам жылағым келеді деген мақалалар. Одан кейін тұлпардың тегі, жүрісінде емес, әйтеуір айтатын нелері бар, сөздері. Соның бәрін жазып алдым. Үйдегі тұлпардың түрі, түсі, және шабысы, жүйрік ат қандай болады, түгел ержан баласына дәптерге жазғызып қойыпты. Олардың бәрі мен жаңағы машинкаға түгел өзім басып қойдым. Одан кейін мұның эсселері бар керемет. Оның бәрі жарық көрген жоқ. Мына Қабылқақ Барлықов туралы, Қабдеш туралы, Жүсіп Алтайбаев туралы, ол бір Төлеубек Жақыпбаев деген бір адамдар өткен өмірден. Сағатбек Омарбаев, бұлардың бәрі ол өмірі. Осы арқылы оның өмір баянын танисың. Өйткені есте жазу арқылы өзінің де өмір баянын көрсетіп отырады. Міне осындай оның шығармаларын осылай жинақтап жатырмын. Жаңағы сатиралық фельетондары, сатиралық шығармалары, әңгімелері, жарияланбаған өлеңдері, мына арабша жазған ғой бұл кісі. Мынандай төте жазумен. Соның бәрін ақтарып отырмыз қазір. Ағамыздың осы үйде болған бір құнды заттары туралы кішкене. Құнды зат, мынау не? Мынау құнды зат, мынау несі? Мынаны аша аласың ба? Мына жерді бүйтіп басады. Мынаны бүйтіп басу керек. Мынау енді, мынау бильярды. Мынау өзінің киетін қолғап әлі соғап өзі ішінде тұр. Алған жоқпын енді мұнысын. Ол жиналмалы таяқ қой сонда? Жиналмалы таяқ мінекей. Баратын жеріне осыны алып барады? Осыны баратын жеріне мінекей алып баратын жиналмалы таяқ мінекей. Бүйтіп құрайды да, мұнысы мысалы не болып шыға келеді жаңағы. Бильярд болып не болып, таяқ болып шыға келеді. Осындай, бұл енді бір өзінің керемет дүниесі мынау. Біткен кезде мінекей. Бұны балаларыңыз пайдаланып жүр ма? Үлкен ұл пайдаланды, бірақ өздеріне сатып алды. Сосын мен айттым, мынау деген керемет көзі. Ертеңгі мынаны біреу сындырып алсаңдар бағана. Ол қайтып табыла ма? Табылмайды. Табылмайды. Өзінің қолы тиген ұстаған дүниесі бағана. Сондықтан енді мұны әлгі естіңдерді. Енді міне бұл кісінің шақшасы тұр, көзілдігінің қаптары тұр. Міне осындай таяғы бар қазір. Мына Сырнай тұр да. Бұл Сырнайдың тарихы туралы білесіз бе? Қайдан алынған бұл? Бұл қазір жоқ қой мұндай нәрсе. Бұл Сырнай жоқ, бұл Қажекеңде мұндай Сырнайдың бірнешеуі болған. Бұл өзі арғы беттен өткенде бері қарай осы Сырнайдың арқылы өткен. Бірақ мынау емес, мына Сырнайды Үсен деген бір араласатын бір жігіт болды. Сол бет. Аты бұл арғы беттен бұл ешқандай әлгі не көтеріп өтпеген. Ақша көтеріп өтпеген, осы Сырнайды көтеріп өткен осы сияқты. Міне Қажекеңнің осындай несі бар міне. Мынау енді осы нәрселер енді. Шақшасын айту керек ақшаны сыйлаған.